Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы жөніне келетін болсақ, қызғаныш жөнінде сөз қозғаймыз. Бұл қызғаныш деген адамның иманын әлсіретіп, жүрегін үлкен бір ауыртпашылыққа салатын дерттердің бірі. Қазіргі қазақ қоғамында ағай мен ағайынның, туыс пен туыстың арасында, екі достың арасында кездесетін жүректің ең үлкен дерттерінің бірі. Өйткені қызғаныштың артында көре алмаушылық бар. Бауырыңның, ағайын туысыңның қолындағы Құдай берген ұлы нығметті оның жоғалып кетуін, оның сенде болмағандығы себепті, былайша айтқанда көре алмаушылық деген үлкен дерт шығады артынан. Сол үшін де бұл қызғаныш деген үлкен дерттен емделу керек адам. Одан арылуға жұмыс жасау керек. Бұл жөнінде көптеген үлкен ғалымдар, пайғамбарлар, сахабалар да көптеген сөздерді қалдырып кетті. Бірақ осыншама ғасырлар бойы, жылдар бойы адамдар осы бір дертпен күресіп келе жатырса да, адамның жүрегіндегі қызғаныш ешқашан бір жойылар емес. Қызғаныштың түрі болады. Оның бірі хасаттық. Ол көре алмаушылықтан шығады. Мысалы, бір адамның туған туысы, жақын ағайыны көлік алуы мүмкін, үй алуы мүмкін, телефон алуы мүмкін, жағдайы немесе жақсарып кетіп, жақсы жұмыс орнына орналасуы мүмкін. Осы кезде оның ішінде бір көре алмаушылықтан туатын қызғаныш пайда болады. Оның арты сол бір оған Құдайдың берген нығметі жойылып кетсе екен, сол бір көлігі бұзылып қалса екен, жұмыстан шығып қалса екен деген артында бір үлкен дерт шығады. Міне бұл дерт хасад деп айтылады. Бұл харам шариғатта. Бұл нәрседен адам арылу керек. Бірақ мынандай бір нәрсе бар. Қызығу деген нәрсе бар. Дініміз бұған рұқсат етеді. Алла елші саллаллаху алейхи уассалам екі адамға қызығуға болады дейді. Оның бірі Алла тағала көп мал беріп, нығмет беріп, соны Алла жолында сарп еткен адам, яғни садақа беретін, жетім жесірлерді, жағдайы төмен адамдарды қолпаштап жүретін, олардың жағдайын жасап жүретін адамды көріп, мен де осындай болсам екен деп қызығу. Екіншісі Құранды жаттап, сол Құранға амал етіп, Құранды таратып жүрген адамға қарап, мен де осындай болсам екен деп қызығу. Міне осы нәрсе болады. Бірақ бұл жерде ешбір қызғаныш жоқ. Қызған қалу мүмкін, менде де осындай болса екен деп, бірақ оның артында ода бір көре алмаушылық, ода Алла тағаланың сол бір берген нығметтерін, қасиеттерін жойылып кетсе екен деген артында көре алмаушылық жоқ. Міне бұл нәрсені шариғат рұқсат етеді. Ал Алла тағаланың біреуге берген қасиеттерін, біреуге берген нығметтерін жойылғанын қалау, ол жүректің дерті. Адам осы нәрсені әрқашан күресіп, жұртқа болсын екен деп, жұртқа жақсылық болса екен деп жұмыс жасап жүру керек. Бұл қызғаныш дерті жүрекке кереғар әсер етеді. Оның бірі жүректі қарайтады, иманды әлсіретеді. Адамды жүрегін қарайтқаннан кейін құлшылықтарға деген әлсіздік пайда бола бастайды. Енді бұдан арылудың жолы жалпы Алла тағаланың, яғни бұл берілген нығметті Алладан екендігін адам түсіну керек. Ол адам бәлкім еңбектеніп жатқан шығар, бірақ сол еңбектенгеніне сай Құдайдың берген үлкен нығмет екенін білу керек. Екіншіден, адам сол бір нәрсені қызғаныштық жүрегінде оянатын болса, сол бір адамдағы нәрсе үшін дереу дұға ету керек. Я Раббым, сол бір адамға берген нығметіңе берекесін бере көр, маған да бере көр деп дұға ету керек. Үшіншісі, адам өзінің бойына қарау керек. Алла тағала осы уақытқа дейін оған қандай нығметтерді берді, қандай артықшылықтар берді. Бәлкім денің сау шығар, Алла тағала саған баспана берген шығар, Алла көлік берген шығар, ұстайтын телефон берген шығар. Міне бұның бәрі, киетін киім, яғни көйлегің көк, қарның тоқ, бұның бәрі үлкен нығмет. Осыларды ойлай тұра, енді сенің біреудің қолындағы нәрсеге қызығу, оның сенде болмаса да, ең болмаса одан жоғалып кетсе екен, ол осындай бір дәрежеге жетпесе екен деп қызғануыңа ешқандай жол жоқ. Сол үшін де ең біріншіден адам Құдайдың берген нығметтеріне шүкір етіп. Адам қашан Алла тағала оған бір нығмет беретін болса, соған шүкір ететін болса, Алла тағала сол берген нығметін ешбір жоймастан сақтап қояды екен. Ал кімде-кім шүкірін арттыратын болса, одан сайын көбейтетін болса, берген нығметін одан сайын Алла тағала көбейтіп үлкейтеді екен. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде «Ләин шәкәртум ләәзидәннәкум» егер шүкір етсеңіздер, біз сіздерге арттырып береміз дейді. Яғни қандай да бір нығмет беретін болса, әрқашан Аллаға шүкір, альхамдулилля деген сөздерді көбейтіп отыратын болсақ, Алла тағала сізге
berері одан сайын көбейе бермек.